Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Биология 6 сынып 10 тақырып жердегі тіршіліктің пайда болу туралы гипотеза. Жалпы бізде екі гипотезаның түрі бар: абиогенез және биогенез. Желден бері барлығымызды толғандырып келе жатқан сұрақ: жердегі тіршілік қалай, қашан пайда болады? Бұл бізде екі көзқарас бір-біріне қарама-қарсы теория болып табылады. Абиогенез тіршілік өлі заттардан пайда болды десе, ал биогенез тіршілік тірі табиғаттан пайда болды деген сөз. Теория. Креатинизм тіршілікті Құдай жаратты, тіршілікті Құдай жаратқан сенім наным арқылы қабылдауға болады. Бұл теорияны тәжірибе арқылы тексеру және жоққа шығару мүмкін емес деген теория болып табылады. Сонымен қатар гипотезалар айтып кеткенімізде абиогенез және биогенез. Биогенез креационизм, панспермия стационарлық теория, ал абиогенез өзіне жаралу және бейхимиялық эволюцияны тұрады. Екінші панспермия идеясын Анаксагор біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырда ортаға салып, тіршіліктің негізі метеорит және ғарыштық шаң тозаң арқылы жерге түскенде теориясын ұсынды. Ал неміс химигі Юстас Либих панспермия гипотезасын былай түсіндіріп, тіршілік бір планетадан екінші планетаға қарапайымнан күрделіге қарай эволюциялық жолмен дамып тұрған еді. Ал стационарлық гипотезаны қолдаушылардың ойынша жер ойда жоқтан пайда болған жоқ, жер болған, және де қай кезде тіршілік етуге қолайлы болды. Жануарлар өсімдіктер қашан да өмір сүрген және аз ғана өзгерістерге ұшырап отырған. Осы гипотезаны кейде этернизм деп атаймыз. Яғни этернизм, этернус, мәңгі деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар өздігінен жаралу. Тіршілік иесі өлі материядан пайда болды. Мысалы, балық лай тұнбадан, жауынғыр топырақтан, тышқан шүберектен, шыбын шірейден жаратылды деген, және олардан басқа түрлер пайда болды деген теория. Тышқан шүберектен деген теорияға келетін болсақ, бельгиялық дәрігер Вальд Гельмонт қышқылырағына суреттелген дән салып, үстін кір шүберекпен жауып 21 күннен кейін ашса, тышқан шыққан, яғни дән буланып, бетін жапқаннан кейін шүберекпен тышқан пайда болды деп түсіндірген. Ал биохимиялық теория жердегі тірі ағзалардың пайда болуы туралы салыстырмалы түрде ғылыми теория негізін биохимик Александр Иванович Апарин қалады. 1924 жылы жерде тіршіліктің пайда болуы туралы жұмысы жарыққа шығарды. Бұл теория бойынша тіршілік ерекше жағдайда пайда болған. Жерде біртұтас табиғи үдеріс химиялық эволюциядан басталып, біртіндеп жаңа деңгей биохимиялық эволюцияға өткен деп тұспалдады. Енді біздегі бүгінгі тақырып көптеген осы ғалымдардың өз тұжырымдамасы әркімнің әртүрлі. Біз оған қайшы келе алмаймыз. Жердегі тіршіліктің пайда болуы өздігінен қашан қалай пайда болды деген сұраққа әлі толық жауап жоқ. Өйткені көптеген ғалымдар әртүрлі гипотезаны, әртүрлі теорияны ойлап тауып, өздерінің ойларынша осындай теориялар шығарған болатын. Әлі бұл сұрақ зерттеу үстінде. Енді 5-ші кестеде гипотезаларға дәлелдеме және қарсылық. Біз жаңа айтып кеткенімізде сабағымыздың барысында абиогенез, биогенез екеуі екі түрлі гипотеза, теория бір-біріне қарама-қарсы. Солардың өздерінің жаңа теориялары бар. Креатинизм, өзіне жаралу, стационарлық, панспермия, биохимиялық, осылардың қарсылық дәлелдемелері кестеде көрсетілген. Бүгінгі сабақ осы. Назарларыңызға рахмет.